талқылап алсақ. Сабақтың мақсаттары сөйлеу әрекетінің түрлеріне байланысты тыңдалым мен оқылым, мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру, мәтінде көтерілген мәселені талдай отырып, негізгі ойды анықтау және ғаламдық мәселелермен байланыстыру. Екінші, оқылым сөйлеу әрекеті бойынша ғылыми көпшілік стильді тілдік құралдар арқылы тану. Мәтіндегі негізгі ойды анықтау, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдей білу. Жазылым әрекеті бойынша қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу. Әдеби тіл нормаларына сәйкес сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану. Мәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу. Келесі, бағалау критерийлері. Бағалау критерийлері мәтін үзінділері бойынша болжам жасап, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастырады. Келесі, мәтінде көтерілген мәселені талдай отырып, негізгі ойды анықтап және ғаламдық мәселелермен байланыстырады. Сондай-ақ ғылыми көпшілік стильді тілдік құралдар арқылы таниды. Мәтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдей біледі. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазады. Келесі, сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолданады. Ең әуелі оқылым алды тапсырма. Миға шабуыл әдісі арқылы. Мен сіздерге қазір құрметті топ студенттері өлең жолдарын оқимын. Бұл өлең жолдары кімнің өлеңі, қандай тақырыпта екенін айтатын боламыз. Жақсы? Жақсы. Даңқын қайда төс көрлеген, 200 мың әскерменен, 6 ай бойы кіп-кішкентай отырарды ала алмау, 6 ай бойы отырардың осал тұсын таба алмау, ойы дауыл, сезім аспан, тек жеңіспен көзін ашқан, менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор таңба, намысыма сыза түсті, мына сенің арқаңда да, деп Шыңғысхан Шағатайға оқты көзін қадады. Сонымен, бұл өлең жолдары кімдікі? Мұхтар Шахановтың отырар өлеңі. Сонымен бұл өлең жолдары отырарға байланысты болды, иә? Отырар өркениетінің тақырыпқа сай аталуы да осында жатыр. Бұл отырар мәдениетінің суреті. Келесі, оқылым тапсырмасы кітапта көрсетілген, яғни бірінші тапсырманы кім оқиды? Отырар Қазақстанның орта ғасырларындағы әйгілі қалалардың бірі. Қаланың қалдығы Отырар төбе деген атпен белгілі. Қазіргі оңтүстік Қазақстан облысына қарасты Отырар ауданындағы Шәуілдір елді мекенінің жанында орналасқан. Сонымен балалар, кәсіби сөздер белгілі бір шаруашылыққа, кәсіпке байланысты қолданылатын, жалпы халыққа бірдей түсінікті бола бермейтін, қолданылу өрісі шектеулі сөздер. Сондай-ақ кәсіби сөздермен қатар термин сөздер дегеніміз бар. Термин сөздер дегеніміз ғылым, техника, өнер туралы және тағы да басқа кейбір тұжырымдаманың атауы болатын сөз немесе сөз тіркесі. Сонымен, ономастикалық атауларды көп кездесті. Ономастикалық атауларды атай кетсек, Отырар, ономастика жалпы жалпы есімдерді зерттейді. Жалпы есім дегеніміз не? Жалпы есім. Жалпы есім бас әрпе жазасы, адамның аты, су, жер атасы. Техникалық құбылыстардың басталатын зат есімінің бірі. Сонымен, құрметті топ студенттері, ономастика екі салаға бөлінеді. Біріншісі антропонимика, кісі атауларын зерттесе, екіншісі топонимика, географиялық атауларды зерттеу объектісі етіп қарастырады. Кестеде көрсетілген сөздерді, жаңағы кәсіби сөздер, термин сөздер деп айтып жаттық, кәсіби сөздерді бөлек, термин сөздерді бөлек айтатын боламыз. Сонымен, кім сөйлейді? Сонымен, құрметті топ студенттері, тақтада көрсетілген кәсіби сөздер мен термин сөздердің қайсысы? Термин сөздер. Поэтика, математика, риторика, сосын? Поэзия. Поэзия. Ал қалған кәсіби сөздер қандай мағына бересіз? Істе бауырша шаруашылығы, сет мақта шаруашылығы. Қалған, бекіре. Бекіре балық шаруашылығы. Бекіре балық шаруашылығы керемет. Жалпыз балық шаруашылығы. Оның ішінде ненің атауы? Түйе. Керемет.
Жаңа құрметті топ студенттері, отырар мәдениеті, отырар өркениеті деген кезде Мұхтар Шахановтың отырар өлеңін еске алмау мүмкін емес. Олай болса, кішкене бейнеролик көріп атсақ, ойымызды сергітіп, барлығымыз әдемі тамашалаймыз. Даңқын қайда төскірлеген 200 мың әскерменен 6 ай бойы кіп-кішкентай отырарды ала алмау, 6 ай бойы отырардың осал тұсын таба алмау. Ойы тауыл, сезім аспан, тек жеңіспен көзін ашқан менің алғыр. Құрметті студенттер, бейнебаяннан не ұқтыңыздар? Осы жерде Шыңғысхан отырарды, Шыңғысхан баласы отырарды жауламағысы келіп, бірақ та ол отырарды 6 ай бойы жаулай алмайды. Сосын ол әкесінің алдына келіп, әкесіне айтады, мен отырарды жаулай алмай жатырмын деп. Сосын әкесі оған сенің жауыңның бәрінде осал тұсы бар деп сөйледі. Ал оны Шыңғысханның баласы айтады, олар бірлікті де тірліктің алдына қойған дейді. Және де ол жұрт өте бірігіп барлығы қорғап жатыр дейді. Осал тұсы жоқ десе, әкесі оны жібереді. Сонда ол отырардың адамдардың арасынан бір сатқынды табады. Сол сатқын отырарды 6 күннің ішінде есігін ашып береді. Керемет. Отырар өркениеті туралы бәрімізге түсінікті ме? Олай болса, келесі әдеби тіл нормаларына өтеміз. Бізде интонация ырғағына байланысты термин сөз тембр. Тембр француз тілінен аударған кезде дыбыс әуені деген біледі. Дыбыс тілімен байланысты негізгі тон мен көмекші тонның көтеріңкілігі және күш жағының өзара қарым-қатынасынан туатын дыбыс сапасы. Тілде тембр арқылы дауыс ырғағын өзгерте отырып, сезімді, көңіл күйді білдіруге болады. Біз интонацияға байланысты қандай термин сөздер өттік осы сабаққа дейін? Алдыңғы сабақпен байланысты жасайық. Кім айтады? Тембр дегеніміз не? Темп дегеніміз не? Кім айтады? Айта ғой. Қарқындық дыбысты, әсіресе дауысты дыбысты айтуда өкпеден шығатын фонетикалық ауаның күшеюі мен салқындау дәрежесі. Ритм дегеніміз, яғни ол өлең мәтіндерінде кездеседі. Және де ол диалог кезінде азырақ болады. Әлем. Сөйлеу темпі, сөйлеу элементтерін айту жылдамдығы. Сөйлеу темпі уақыт бірлігі мөлшерінде айтылатын дыбыс пен буын санының немесе олардың орташа жылдамдығының созылыңқылық мөлшерімен өлшенеді. Осы сабаққа дейін игерген тембр, интонация, кідіріс, пауза деген секілді тілімдерді игере отырып, екінші тапсырманы орындаймыз. Екінші тапсырмада өлең жолдары берілген. Соны әуезге сай ырғақты етіп оқимыз. Кісі мен көлеңке, айтайын бір тентектің әңгімесін, демейіндер сөз ғып жазған мұның несін, ес ауыз көре салып қуалады, өзінің ұстаймын деп көлеңкесін. Бұл қуса көлеңкесі алыстады, жүгірсе жүйріктігі қалыспады, қатты да жайда қуды ұстатпады, болғанша бар өнері қарыштады. Олай болса, интонацияға байланысты қаншама термин сөздермен таныстық. Келесі, керек-терек, есте сақта, ғылыми стильге тән белгілер. Ғылыми стиль дегеніміз не? Алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Кім айтады? Айта ғой, Жұлдыз. Ғылыми стиль дегеніміз ол ғылымның дамуы, ғылыми зерттеу еңбегінің болуына байланысты туған стиль. Ғылыми стильге әр мамандық, ғылыми стильдің әр саласындағы шығармашылық түр жатады. Ғылыми стильдің негізгі сапалық белгілері логикалық, нақтылық не айқындылық, үшінші дәлдік. Тілдік ерекшеліктері лексика-фразеологиялық, тура мағыналы атау сөздер, ғылыми терминдер, морфологиялық, осылшақ және ауыспалы келер шарттылығы етістіктер, синтаксистік, хабарлы, толымды, жайылма, сабақта сөйлем түрлері. Құрметті топ студенттері, біз бүгінгі сабақта қандай термин сөздермен немен таныс болдық?
отырар мәдениетімен, отырар өркениетімен, қазба ескерткіштерімен, сәулет өнерімен, керемет. Олай болса кері байланыс жасай білсек. Егер бұл сабақ сіздерге ұнаса, мынадай беріп көрсетесіздер. Егер сабақты шартлай ғана түсіндім десеңіздер, онда былай көрсетесіздер. Ал егер мүлде түсінбесеңіздер, онда былай көрсетесіздер. Түсінікті ме? Ал 1, 2, 3. Барлығы түсінікті болды ма? Олай болса, құрметті топ студенттері, сіздерге берілетін үй тапсырмасы қазақ тілінің пән аралық байланысы деген ғылыми стильде сұхбат жазып келесіздер. Мысалы, біз бүгінгі сабақта археология, қазақ әдебиеті және де тарихты қозғадық. Тура сондай үй тапсырмасы. Олай болса, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Қош, сау болыңыздар.